Сәлем достар, бүгін біз холодец жасайтын боламыз. Сиырдың бір аяғының жартысын жуып, бірінші суға салып қайнатып, және суын ауыстырып, екінші суға салдым. Тұздап, жай отта 5 сағат қайнаттым. Оны суығаннан кейін етін сүйектерінен айырып, етін мясорубкадан өткізіп алдым. Және мясорубкадан өткізілген етті сорпаға саламын. Сорпа көлемі шамамен 2-2,5 литрдан артық болмауы керек. Егер артық болса, оны алып қоюларыңызға болады, және сорпаға қосуларыңызға болады басқада. Одан кейін сәбіз, пияз, чеснокты қосып, бұрыш қосып, қызыл бұрыш қосып, тағы да отта 5-10 минут қайнатып аламыз. Және суығанын күтемізде холодецті дайын ыдыстарға құйып суығанша күтеміз. Суығаннан кейін холодильникке орналастырып, қатқанша күтеміз. Одан кейін тұтына беруімізге болады. Ас болсын, әрі оңай, әрі өте пайдалы тағам. Жасап көріңіздер, ас болсын.